бірде Фэмнен анасы қашан тұрмысқа шығасың деп сұрады. Фэм осы диалогты бірнеше рет басынан өткізген және бұл әңгімені мүлдем ұнатпайтын. Білмеймін, бұйырған уақытында, егер тұрмысқа дайын болмасам, 30-ға дейін де жүре беремін. Бірінші оқуымды бітіріп алайын деді. Анасы сұрақтармен әрі қарай да мазаламас үшін, мені ұзатамын деп уайымдамаңыздар, бәрібір той жасамаймын деп жауап берді. Анасы үндеген жоқ, қызының көнбейтінін біледі. Ата-анасы Фэмнің көзқарастарымен көп келісе бермейді. Фэм өзін феминист санайды, ал жақында мен вегетариан болдым деп ет жемей қойды. Алайда ата-анасы бұның балалық деп ойлайды. Егер Фэм 60-шы жылдары Америкада өмір сүрсе, ол хиппи болар еді. Хиппилер де қоғамнан тыс ойлауға, ескі түсініктерді өзгертуге және заманауи трендтерге бейім болатын. Британика энциклопедиясы хиппи мәдениеті колледж кампустарынан бастау алғанын көрсетеді. 60-шы жылдар америкалық арманның қалыптасып болған кез еді. Жақсы жұмыс, қарапайым отбасы, бірнеше көлік және демалыс сайын балалармен таза ауаға шығып тұру. Бұл дағдылар соғыстан кейін есін жиған халық үшін жақсы өмір болды. Бірақ олардың балалары үшін бұның барлығы жалған еді. Вашингтон университетінің тарихшы профессоры және америкалық хиппи кітабының авторы Уильям Рарабо хиппи мәдениетінің негізінде 3 ұстаным бар дейді. Олар ақиқатты іздеу, даралыққа ұмтылу және жаңа қоғам құру. Хиппилер қоғамда шынайылық жоқ деп ойлады. Олардың айтуынша, ата-анасының махаббаты жалған, ал адамдардың арасындағы достық тек пайда үшін құрылған. Тіпті америкалық арманды қуатындардың барлығын 200 деп санады. Себебі олар материалдық байлық үшін бәріне дайын. Сондықтан хиппилер ата-анасына ұқсағысы келмейтін. Олар даралыққа ұмтылып, сүйікті ісімен айналысуға талпынды. Өз қалауынша өмір сүргісі келді. Хиппилердің ұзын шаштары қоғамдағы еркек бейнесіне қарсылық еді, ал шығыс тілімдеріне қызығып рухани байлықты іздеуі америкалық арманды сынға алды. Рарабо хиппилерді жаралау ұрпақ дейді. Олар өз отбасыларында сынап, қоғамнан шеттетіле бастаған. Ал бәрі теріс айналған соң, олар жалғыздықты сезді. Сөйтіп, хиппилер өзі сияқты адамдарды жинап, жаңа қоғам құрып ойлады. Олардың басын қосқан музыка еді. Сол уақытта джаз ескіріп, оның орнын рок-н-ролл басқан. Хиппилердің қатарында Битлз сияқты топтар да болатын. Олар бірнеше адам болып жиналып, қалаларды көлікпен аралап, шағын концерттер қойды. Бұл мәдениет көп ұзамай 1967 жылы бүкіл ақш аумағына таралды. Сол жылғы Time журналында хиппилердің саны 300 мың болғаны жазылған. Хиппилердің саны көбейген сайын олардың мәдениеті де дами түсті. 60-шы жылдардың соңына қарай Вьетнам соғысы күшейген болатын. Бұл уақытта ақшта бірнеше соғысқа қарсы қозғалыс құрылды. Британика энциклопедиясының мәліметі бойынша хиппилер 1969 жылы соғысқа қарсы бірнеше топқа қосылған. Рарабо да хиппилерді радикал активистерге ұқсатады. Олар марштарға шығып, мылтық ұстаған солдаттарға гүл ұсынған. Соғыспен емес, махаббатпен айналысыңдар деп ұрандатты. Осыдан кейін хиппилерді гүлдің балалары деп атай бастады. Бірақ хиппилердің мақсаты саясат емес еді. Олар тек зұлымдыққа қарсы болды. Ал марштар мен митингілерге тек бұл ұстанымды насихаттау үшін шықты. Рарабо бұны саясатсыз саясат дейді. Ал 1967 жылы ИП деген партия құрылып, хиппилерді саяси күшке айналдырғысы келді. Бірақ ол жүзеге аспады. Гүл балалардың саны өсе берді. Ал хиппилердің көбісі бірге тұратындықтан, оларға жаңа орын керек болды. Ал ақшта пәтер ақысы қымбат еді, сондықтан олар фермалар мен қожалықтарға көше бастады. Сол кездің хиппилер насихаттаған еркіндікте өте көп жыныстық қатынас болатын. Ал барлығы ауылдарға көшіп бас қосқан соң, әйелдердің көбісі жүкті болып қалды. Бірақ оларды еркектері тастап кетіп, көп хиппи қыздар феминистке айналды. Мәдениет ішінен ыдырай бастады. Жастар қарапайым тұрмысқа бейімделіп отбасы құрды, ал бірнеше жыл бұрын шеттетілген хиппилер қарапайым қоғам мүшесіне айналды. Енді оларға ешкім мән беріп қарамайтын. Бірақ хиппи мәдениеті өлген жоқ. Терминнің өзі to be hip, яғни сәнді болу, хабардар болу дегенді білдіреді. Егер мәдениетті бастаған адамдар сәннен қалатын болса, оның орнына көзі ашық жаңа ұрпақ келеді. Яғни кез келген мәдениеттің ескіруі және оның орнына басқа мәдениеттің келуі заңды құбылыс. Рарабо кейде болашақты анық көру үшін өткенді ысырып қою керек дейді. 70-ші жылдары хиппилер сәннен қалғанда, жаңа хиппилер үйлеріне күн батареяларын орната бастады. Өйткені олар қоғамнан тәуелсіз болу үшін газ бен жылудан да бас тартқан еді. Олар қоспасыз тамақтар жеді, барынша экологияға зиянсыз өмір сүруге тырысты. Apple'дың негізін қалаушы Стив Джобс та хиппи болатын.
Оның технологиясы сол кездегі IBM сияқты компьютерлік монополияларға бәсекелеседі. Стив компьютердің күшін гиганттардан алып, адамдарға беру керек дейтін. Яғни хиппи мәдениеті ескі түсініктер мен ережелерге қарсы тұрды. Олар қоғамдағы таптаурындарды бұзып, еркіндікке ұмтылды. Әлемді өзгерткісі келді. Хиппилер мәдени соғыста жеңіске жетті дейді Рарабо. Оның айтуынша, бұның дәлел ретінде ақш бола алады. Ол жақта махаббатқа шектеу де, қалыптасқан ер мен әйелдің бейнесі де жоқ. Кез келген адамда таңдау құқығы бар. Ал иппи партиясының құрушылардың бірі Эбби Хоффман, гүл балаларының үні әлемге жаңғырық болып таралады. Біз ешқашанда солмаймыз деп айтып кеткен еді. Егер Хоффманның айтқаны рас болса, ФЭМ де гүл балаларының жаңғырығы шығар. Ал оның ұстанымдары ескірген мәдениеттің орнын басатын және әлемді өзгертетін жаңа тыныста болуы мүмкін. Мәтінді дыбыстаған балмұздақ плюс. Біздің каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және бұл видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.